Сәлем менің құрметті подписчиктарым. Менде сендерге өте жақсы жаңалығым бар. Ол Білім School мектебі. Бұл мектепте қаладағы ең бай отбасылардың балалары және дарынды балалар білім алады. Сонымен қатар бұл мектепке түсу оңай емес. Және де мен сіздерге осы мектептегі бір күнімді көрсететін боламын. Кеттім. Вау! Күшті. Қараңдар, бұл телефон iPhone 14 Pro Max деп аталады. Иә, бұны бізге арнайы Калифорнияны заказбен алдырған. Берші көрейін. Но, қотып аларсың тағы да. Достар, бұл қыздар Жасмин мен Аяру мектептегі ең ерке оқушылардан қатарынан. Жасмин Арсеннің қарындасы. Арсен деген кім деп тұрған шығарсыздар? Әрі қарай кеттік. Қарны ашып кетті. Естен үстімді болмадың ғой? Кешірші, мен әдейі істеген жоқпын. Өзім тазартып әкеп беремін. Я, кешірші, әдейі істеген жоқ па? Ей, ақмақ! Бұны біздің ата-анамыз арнайы химчисткада тазалайды. Сен солай тазалатуға шамаң жетеді ме? Я, жетеді ме? Көргендеріңіздей, бұл екі қыз әлгім. Не деп айтушы едім? Стервалар, жаңағы екі қыздардың бәсекелестері. Бұлар да ағалары Марленге қатты сеніп болған. Әрі қарай кеттік. Қарын тойды, директорге барып қайту керек. Өтіп кетейін. Жақсы апай, түсіндім. Ол жағынан уайымдамаңыз. В общем, неге дайындалады, қалай дайындалады, не болып жатыр түсінбей жатқан боларсыздар. Қызықтың бәрі алда. Бұл мектепте жаңадан келген тек мен ғана емес. Жоғары сыныпқа бір қыз ауысып келген дейді. Сол үшін бәрімізді жинап жатыр екен. Мен барайын, ал сіздер экраннан алыстамаңыз. Арсен! Чё там? Бізді завод жинап жатыр дейді ғой. Қашаннан бері олар аяқ астынан жинайтын болған? Білмеймін ғой, біздің сыныбымызға жаңадан қыз келді дейді. Енді не, жаңадан қыз келді деп алдына жүгіріп барайын ба? Или кеп қапсын деп красный дорожкамен күтіп алайын ба? Ешқайда да бармаймын. Алдыма келгенде өзімізді таныстар саламыз. Арсен, жасылар! Не запустыңдар? Босаңдаршы, завод шықып қалды ғой. Походу сенсіз жиналыс болмады, кеттік. Әмес, ештеңе істей алмайсың. Ағаза шана бар. Родной, асықпаш, сонша асығатын президент келіп бекен. Рад, біз білесің ғой, президенттің өзінде жүгіп бармайтыныз, бірақ мұнда басқа мәселе. Соска қыз келмеген шығар енді. Вот именно, соска қыз келді. Опа, ну тогда можно. Балалар, біздің мектебімізге жаңадан оқушы келді. Оның аты Жанел. Жанел келе ғой. Жанел біздің мектебімізде оқуға әбден лайықты қыз. Сондықтан ренжітпей жақсы қабылдаңыздар. Аружанның қасына барып отырамыз. Осы қызды көру үшін бе бәрімізді жинағаны? Соңайдым, жұлдыз келгенде. Бізді қоя берш, Арсен де келіпті ғой. Бірақ бұлар не жоқ сияқты. Қайда қарағым, неше бөлік сияқты. Онда қыздарым көзім түспейді ғой. Сәлем, мен Матма Аружан, қош келдің біздің мектепке. Сәлем, мен Жанелмін. Танысқаныма қуаныштымын. Рахмет. Егер қаласаң, қазір асханаға барып шай ішейік. 20 минуттай уақытымыз бар, үлкен үзіліс. Жарайды. Дарыным, мен осы таңғаламын да. Қалай сен осы бәріне уақыт табасың? Во-первых, на все можно найти время, если захотеть. Главное желание, брат. Как сказал один мудрец, хотеть не вредно. Вредно хотеть и не получать. Мысалы, мен мектептен шығамын да осында келем. Осы жақтан шыққан соң үйге барамын да құлаймын.
кейде сабақ оқуға да шамам болмай қалады. Один мудрец сказал, что жизнь коротка, чтобы спать. Мен үйге барған соң, еще тренировка жасаймын. Ертеңге күнге киімдерімді үтіктеп дайындаймын. Қалай соның бәріне уақыт табасың деп таң қалып отырмын. Бүгіннен бастап маған да үйретші қалай уақыт табуға болатынын. Окей, договорились, брат. Только смотри, будешь делать все, что я говорю. Если ты не готов трудиться, значит ты готов проиграть. Ұқтың ба? Ұқтым. Орысшаны да жақсылап үйретесің ғой. Балалар, болыңдар, жұмыс көп. Жарайды, сосын сөйлесеміз. Братишка, сен қай мектептен келдің? Бұрында біздің мектептен көрмеген сияқты едің. Мен 123 мектептен ауысып келдім, бір ай болып қалды. Сен біздің мектепте кімдер оқитынын білесің ба? Я білемін. Сондықтан да маған осы мектепке ауысу қызық болды. Несі қызық болды саған? Дұрыс оқи алмасаң қолына документ ұстатып жүреді. Иә, егер біз сияқты осы мектептің лауазымды адамдары болмасаң. Мен блогермін. Инстаграмда 1 миллион подписчик. Не дейді? Не дейді кім? Блогермін дейсің ба? Қанша подписчигің бар? 12? 1 миллион подписчигім бар. 1 миллион? Сенбейміз. Қайсы көрсетші қай? Міне. Опа. Суға қара. Йоу. Молодец. Молодец, братишка. Сен, значит, бізге керексің. Атың кім? Арнат, өздерің Сула мен Марленсіңдер ғой? Дәл өздеріңіз. Осы мектепте бір өмір өтсе, бізге блогермін. Аға, сенің сөйлесуге бола ма? Братишка, сен бара берші. Иә, не он қалып мен сүйікті армысың. Ана 9-бұтағы бір бала бар ғой, сол менің кезегімді тартып алды. Барып сөйлесінші. Қайсы сол өмір сүргісі келмей жүрген? Білмеймін, сендердің сыныптарындағы бір бала әйленнен столовойдағы кезегін тартып алды. Қазір олар сонда ма? Сол еңқал. Маған мектептің тазалығы, мұғалімдердің жақсы қарсы алғандары қатты ұнады. Иә, біз мектепте оқитын балалардың мүмкіндігі жоғары, жиі конкурстарға барып тұрамыз. Мен осы жылы 4 қалаға барып қайттым. Жақсы ғой, мен де барымды салып оқуға тырысамын. Негізі мен де өз мектебімде жақсы оқып келгенмін. Қайсы мен қарындасыма түскен? Марлен, брат, без обид. Сен қарындас екен білген жоқпын. Видишь? Сюда иди. Сула, дай-ка сок. Жігіттер, қойсаңдаршы, тиіспесеңдерші менің ағам. Тұр орныңа. Енді жаңадан келгенде біліп жүріңдер. Мектепте кімнің кім екенін. Сәлем жігіттер, кешіктім ба деп жүгіріп келсем, ешкім жоқ қой. Сәлем жаным. Иә, бүгін понедельник болған соң адам аз. Келмей қойсаң да болатын еді. Қайдан білем, ескертпеген соң ұрсама дегенім ғой. Немесе бүгін қатты шаршадым. Не істеп шаршадың? Мектептің сабақтары қиын болды ма? Как сказал один мудрец, тяжело в учении, легко в бою. Мен бүгін басқа мектепке ауысып бардым. Сендер өздерің сабаққа бармағансыздар ма? Жоқ, апайдан сұрағанбыз. БЖБ-ТЖБ-ларды алдын ала тапсырып тастадық. Сонымен айт қызық, қалай болды алғашқы күн? В общем, былай жігіттер, мен барған мектепте Өшен байдың балалары оқиды екен. Барлығы басқаша, тәкаппарлау ма бір нәрсе. Қалай сонда? Білмеймін, бір түрлі сияқты маған. Сендер әлі тұрсыңдар ма? Не жиналыс мынау? Жұмыстарың істеңдер қане? Жанел, киімді ауыстыр қане? Жарайды жігіттер, қалған сізін айтып беремін. Осы Арсен, қалай ойлайсың? Осы мектепті қолға аламыз ба? Түсінбедім, ол қалай? Өзің түсініп тұрсың, конкурентте жетісі жатыр, олардың бірі Марлен мен Сула. Сен соны айтып тұрсың ба? Если честно, олар менің қасымда түк емес қой. Жоқ, оны түсініп тұрмын ғой. Бірақ бүгін олар 9-бұдағы Айдосқа үстіне соқ құйып, бүкіл мектептің алдында позор болған.
ты же знаешь, бро. Ондай нәрсе маған ештеңке емес. Ұру керек болса любойын талдырам. Жоқ, бірақ бізге бір абыройымызды көтеріп алу керек қой. Особенно қыздар келді дегенде өзің түсінтесің ғой. Тұспалдамай, тігін айтшы. В общем, былай брат. Мама, менің сізге жақсы жаңалығым бар. Мектептің атынан Европаға баратын болдым. Құтты болсын жаным, ол сенің еңбегің ғой. Барамын. Осы уақытқа дейінгі. Барамын ғой, иә? Иә жаным, барасың. Жүгір барып қолың жуа ғой. Біздің мектепке келгенің дұрыс болды. Басында сен мен сенбей жүрсем, жақсы бала екенсің ғой. Оның үстіне Инстаграм жұлдыз екенсің. Бізге ондай дос ауадай қажет. Сонда мен Инстаграмда жұлдыз болғаным үшін қуанып тұрсыңдар ма? Я, егер сен қарапайым біреу болсаң, саған мүлдем көңіл бөлмес едік. Қазір заман солай, егер сен пайдаң болса, ешкім араласпайды. Хорошосы сенің танымалдығын құтқарып тұр. Адамды пайдасы үшін қолдану дегенді түсінбеймін. Егер бізбен дос болғың келсе, бізге де үйрет танымалдылықты. Ладно, пока, ертеңге дейін. Сау болыңдар. Жанель, сен өзің қайтасың ба үйге? Я, негізі әкем алып кету керек болатын. Ол өзінің жұмыстарымен боса алмай қалды. Өзім қайта беремін ғой. Егер сен қарсы болмасаң, сені шығарып тастайық. Қайда тұрасың? Абай әуезова жақта примерно. Жоқ жігіттер, рахмет. Метро жүріп тұр ғой. Өзім қайтарым. О, как сказал один мудрец, если девушка идет одна домой, ее обязательно нужно проводить до дома. Мен емес, дәп солай дейді. Ауа райы тамаша болып тұр. Жаяу кеттік. Кеткенше. Қызым-ау, өзің білесің. Бізде қазір жағдай жоқ. Ол конкурстың бәріне қатысу үшін ақша сұрайды. Ақылы ғой. Мам, мен бұл мектепке сол конкурстарға қатысу үшін ауысқанымды білесіздер ғой. Әкеме айтыңызшы, көмектессін. Әкең сен ойлап жүр ғой деймісің? Одан да сабыр сақта. Күте тұршы, жаңа жыл өтіп алсын. Содан кейінгі конкурстардың бәріне қатыстырамын. Мам, менің арманым ғой бұл жол. Тем более Европаға апарады екен. Мам, өтініш. Түсінші, қазір зарплата оны көтермей жатыр. Квартираның ақшасын оны көтеріп тастады. Алинның садигі ол бар. Тағы да басқа шығындары бар, жетпейін деп тұр. Ақылың бар ғой жаным. Келергі конкурстардың бәріне қатыстырамын. Келе ойшы жыламаш жаным. Бұдан кейінгі келесі жылы болатын конкурстардың бәріне жіберемін. Жарай ма? Тек қана жыламаш, е? Келдік жігіттер, осы үйде тұрамын. Рахмет мен шығарып салғандарың үшін. Оқаш жоқ. Бір жағынан өзімізде жақсы серуен алып. Саған рахмет. Как сказал один мудрец, что вечерняя прогулка всегда для здоровья полезна. Сен мудрецтерің слишком простой сөйлейді екен, ә? Жарайды жігіттер, онда мен үйге кірейін. Рахмет сендерге тағы да. Пока. Пока. О, какой взгляд! Влюбился, что ли? Как сказал один мудрец... Сол қош мудрецтерің кетпей. Что там? Красавчик.
есікке қарап тұр. Қайсың мұны істеген? Не мочалға сыйынған? Сені, шоқан Көрейік. Кімнің ағасы мықты екен? Арсен спортик болса да біздің Сула мен Марлен жеңе алмайды ау. Иә, соны. Ха, естеріңді жиыңдар. Бүгін шешілетін болады, кім ойыны жүреді. Естественно, біз жеңіп тұрмыз. Жүр құрбым, жеңісіміз тойлай берейік. Сен не қарап тұрсың? Осындай событияны түсірмей. Сәлем достар, бүгін осы мектептің главары анықталатын күн. Бұл жігіттерге мән бермей-ақ қой. Айтпақшы, мен айтқан конкурсқа қатыса алмайтын болдым. Директормен сөйлесіп, сен қатысын десем, қалай қарайсың? Неге, не үшін бара алмайсың? Не болып қалды? Жай. Айтшы, не болып қалды? Жай, үйдегілер қарсы мүмкіндік болмай тұр. Анам қаражат жағынан қиналып тұр. Сонда оған қанша сома керек? Қазақстан қалаларында 50 мың кеткен, енді Европа болғаннан кейін 100 мыңдай кетеді ау шамасы. Жарайды, уайымдама, бәрі жақсы. Сендер не бір-бірлерімен төбелесіп? Ұят емес па? Апай, кешіріңіз. Бірақ мен мектепте тәртіп орнатқым келді. Қалайсың тәртіп орнатқым? Тынышталыңдар. Балалар, сендер әбден шаршаттыңдар. Әке-шешелерің мектебіміздің абыройлы адамдары. Мектептен шығарып жіберер едім. Әттең, әкелерің абыройлы адамдар. Апай, бірақ сіз бізді кешіріңіз. Ата-ананың не қатысы бар бұл жерде? Ай, ақмақ. Сендерге не айтып тұрмын? Әке-шешелеріңнің абыройы емес па? Сендерге не жетпейді? Еліміздегі ең беделді мектептердің бірінде оқисыңдар. Бұған елдің қолы жетпей жүр. Арсенал, сені боксқа дайындап жүргеніміз балаларды ұрсын деп емес қой. Еліміздің, мектебіміздің абыройын көтерсін деп қой. Марлен, сенің осындағы дипломатияң қайда? Сендер бәрлерінде текті отбасынан шыққансыңдар. Ұят емес па мына жүргендерің? Барыңдар, ойланыңдар. Кешіріңіз апай. Жанел, бүгін демалатын күн еді ғой. Неге асығып келдің? Тыныштық па? Сәлеметсіз бе? Я, тыныштық болғанда маған ақша керек болып тұрған еді. Айлығымды есептеп бересіз бе, өтініш? Айлық? Әлі жұмыс күні біткен жоқ қой. Есептеп беріңізші маған. Қаражат өте қажет болып тұр. Қазір есептеп көрейін. Сен бұлайда 17 күн істепсің. 53 мың теңге шығып тұр. Соны бересіз бе маған? Жақсы. Рахмет. Жанель ерте келіп алыпты ба? Касса берет расчет. Думала, она хочет уволиться. Жоқ, олай емес деп ойлаймын. Жанель? Ладно, Джек. Ренжімең. Ничего, братья, тоже не обессудьте. Ема, біздің жігіттер бірікті ма не? Суаты тоже не обессудь. Походу, бүгін қар жауады ау. Все нормально жігіттер. Ярсы, сен бокстың соревнованияға шынайды, соған бәріміз бірігіп барып қайтайық. 27 сорын. Yo, Джиги, вот это иге? Кеттік онда. Кеттік. Қыздар енді ағаларымыз достасайын деп жатыр. Олар достасқанда біз қайда барамыз? Достасамыз ба? Ойланып көрейін. Қалжың ғой, достасайық. Я, қыздар, ұрысқаннан қарағанды достасқан жақсы ғой. Мен қуаныштымын, бұны атап өту керек. Кеттік. Солай жігіттер. Егер саған керек болса, көмектесеміз ғой, әрине. Души как-то жалмайды дейді. Это тоже сказал один мудрец. Ты можешь полностью на нас положиться. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Солай ғой досым? Әрине, иә. Рахмет жігіттер. Тағы бір өтінішім бар. Айта бер. Сәлеметсіңдер ма балалар? Келесі аптада біздің мектебімізден бір баланың Европаға баратынын білесіңдер.
Аружанның конкурстарға қатысып, жүлделі орынды алып жүргенін ұмытуға болмайды. Келе ғой Аружан. Мынау сенің Европада жарататын шығының. Бұл қалай сонда? Мен бармаймын деп ойладым ғой. Сен үшін достарың шешіп қойған. Кәне келіңдер. Рахмет. Жанелді бұлай қатысағынан деп ойламадым. Любовь — это как ветер. Его не видишь, но зато его как чувствуешь. Любви все возрасты покорны. Махаббат жел сияқты. Оны көрмейсің, бірақ сезесің. Бұрышында кафенің қалғандаймыз екеуміз жалғыз. Қалай ойлайсың, ол келеді ме? Көмек керек емес па, жігіттер? Жанель? Достар, осымен бітті. Қалай біздің мектептің күндері? Ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Тағы жалғасын көргілеріңіз келсе, комментарияға жазыңыздар. Мен эфирден шықтым. Аружанды Европаға шығарып салу керек. Всем пока! Суық ақпанға қарамай, іздедім сені асықпай. Жүрегімнің сенсің асылым серігі. I am a freedom fighter, the name that history wrote. And even through disaster, eye of the tiger for hope. I'm trying to find my way back, there's no day off for heroes. And even when I'm tired, go is the only word. And the night is taking over, and the moonlight gets exposure. And the players have been chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken, by the second losing focus. Ain't no way to get out, get out, get out, get out, unless you move forward. But they wonder how